Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге замиакулкус, яғни доллар гүлінің нені ұнатады, нені ұнатпайды, қандай дәруменді жақсы көреді, сол туралы видео түсіргелі отырмын. Менің көп көрермендерім доллар гүлім жоғары қарай ешқандай стрелка шығармайды, бір қалыпты тұра береді дейді. Кейбір көрермендерім жапырағы сарғайып жатыр деп жазып жатыр. Сол кісілер үшін осы видеоны түсіргелі отырмын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Замиакулкус үнемі жасыл болып тұратын гүл және улы гүлдердің қатарына жатады. Жаздың күндері ыстық, құрғақ ауаға төзімді, көп су шашып, ауаны ылғалдандыруды қажет етпейді. Үнемі гүлдеріміздің ұштары, жапырақтардың ұштары қурап жатады. Замиакулкуста ондай нәрсе көп бола бермейді. Себебі құрғақ ауаға өте төзімді болып келеді. Қатты күтімді қажет етпейді. Өте қарапайым гүлдердің қатарына жатады. Көп жыл өмір сүреді. Және топырағына келетін болсақ, кактустарға және де жаңағы суккулентный гүлдерге арналған топырақтар жақсы келеді. Құм қосып, перлит қосып, топырақты жақсы бұрпылдақ еткізіп қойсаңыздар болды. Топырағы су сорғыш және де ауа өткізгіш болса өте керемет болады. Астына дренаж жасауды ұмытпаңыздар, себебі картошкасы болғандықтан дренаж өте қажет. Егер дренажға керамзит жақсы, әрине керамзит болмаса, басқа да заттардан дренаж жасасаңыздар болады. Көктем айларында, күз айларында негізінде доллар барлық гүлдерге күн жетіспеушілік болады. Сол кезде үйде кәдімгі гүлдерге арналған лампаларды пайдаланып, жарық жеткілікті етіп қойсаңыздар болады. Жарық жетіспегендіктен гүлдер солыңқы болады, не болмаса сабақтары жіңішке болады. Және жапырақтарының түсі өзгереді жарық жетіспегендіктен. Су процесі де баяулайды, не болмаса мүлдем тоқтап қалуы мүмкін. Ал енді замиакулкустың суына келетін болсақ, замиакулкустар, долларлар, бұлар суды өте аз ішеді, және де аз-аздан құйғандарыңыз дұрыс. Топырағын кептіріп барып құйғанымыз дұрыс болады, себебі астында картошкасы, егер сіз суды көп құйып жіберетін болсаңыз, картошкасы шіріп кетеді. Сол себептен топырағын алдымен тексеріп алып, суды аз-аздан бергеніміз дұрыс болады. Қатты былшылдатып, астынан тарелкасынан су аққанша суғарудың қажеті жоқ. Неғұрлым суды аз құйсаңыз, соғұрлым долларыңызға өте пайдалы, жақсы болады. Көз айларында, қыс айларында су құюды мүлдем азайтамыз, себебі күн қысқарады және жарық азаяды. Сол себептен топырақтың кебуі де баяулайды. Бөлме гүлдері жаздың күндері әсіресе дәруменді қатты қажет етеді. Соның қатарында осы доллар гүлімізде бар. Себебі өсу процесі баяулап, не болмаса өсу процесі тоқтаған кезде әсіресе жаздың күндері көбінше дәрумен беруіміз керек. Үнемі ай сайын дәрумен беріп отыруды қажет етеді. Замиакулкус жасылдығы жақсы өсу үшін бұларға азот өте көп қажет екен. Себебі азот бұл сабағының жақсы өсуіне және жапырағының жақсы дамып, жасыл, қанық жасыл болуына өте пайдасын тигізеді екен. Сол себептен бұларға калий, кальций және көптеген минералды заттар өте керек. Соның ішінде үйде қолжетімді заттармен де көптеген качественный дәрумендер жасап беруге болады. Қарапайым аммиак, аптечный аммиакты аласыз, 1 литр суға чайный ложкасын араластырасыз. Жылақ-жылап араластырғаннан кейін чайный ложканың ұшыменен лимонный кислотаны араластырып, жақсылап араластырып ерітіп 10-15 минут қойып қоясыз. Бұл дәруменді замиакулкустар, яғни долларлар өте қатты жақсы көреді. Бұның құрамында көптеген азот, көптеген минералды витаминдер бар. Және де қандай дәрумен бермес бұрын жақсылап топырақты ылғалдап, гүлді жақсылап суғарып аласыз. Жақсылап суғарып алғаннан кейін 1 сағат, жарты сағаттан кейін барып дәруменді құясыз. Бұл дәруменді жаздың күндері 14-15 күнде берсеңіздер болады. Себебі 14-15 күнде егер сіздің гүліңіз шөлдесе, алдымен жақсылап суғарып аласыз. Содан кейін осы дәруменді құйып тұрсаңыз болады 14-15 күннің арасында.
Ал енді екінші дәруменіміз, біздің долларымыз өте қажет ететін дәруменнің бірі, ол кәдімгі древесный уголь, ағаштың көмірі, қазақшалап айтқанда. Древесный угольді кәдімгі гүл сататын магазиндерден сатып алсаңыздар да болады, не болмаса өздеріңіз қолдан жасауға да болады. Древесный угольді қалай пайдаланамыз? Древесный угольді әбден жақсылап ұнтақтап үгітіп аламыз, және де бұл ұнтақталған түрін біз топыраққа қасықпенен салып араластырып қойсақ та болады. Бірақ егер сіздің гүліңіз сумен араластырып берем дейтін болсаңыз, 1 литр суға 1 ас қасық древесный угольді жақсылап араластырасыз. Оған 1 чайный ложка үй жағдайындағы уксусты қосасыз. 10-15 минут тұрғызасыз, демалдырасыз. Және де бірінші гүліңізді 20 жарты сағат, 1 сағат бұрын суғарып алған топыраққа гүліңіздің тамырына құйып шығасыз. Өте пайдалы көптеген дәрумендер бар. Уксус жаңағы древесный угольдің сумен әрекеттесуіне көбірек әсер етеді, және де жақсы әсер етеді. Древесный уголь тамырдың шіруінен, көптеген зиянды нәрселерден сақтайды, бүкіл инфекциялардан сақтайды. Бұл дәруменді кезектестіріп, азотный дәрумендермен кезектестіріп берсеңіз болады. 3-4 аптада бір берсеңіз жетеді. Және де келесі тағы бір дәруменіміз, кәдімгі осы ағаштың ұнтақталған әбден жанып кеткен күлін 1 қасық 1 литр суға араластырасыз, ас қасық араластырасыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бұғанда кәдімгі үй жағдайындағы чайный ложка менен 1 қасық уксус қосасыз. Және де жақсылап араластырып болғаннан кейін 2-3 сағат тұрғызасыз. Бұл дәруменді де 3-4 аптада бір рет берсеңіз болады. Және әр су құйған сайын құры судың өзін құймай, жаздың күндері осындай витаминдерді чередовать етіп құйсаңыздар болады. Чередовать етіп дегенім, кезектестіріп етіп құйсаңыз болады. Бір суғарғанда древесный угольді құйып, бір суғарғанда жаңағы кәдімгі ағаштың күлін суға араластырып құйсаңыздар болады. Жаңа айтып өткенімдей, алдымен жақсылап гүлді суғарып аламыз. Жарты сағат, 1 сағат өткеннен кейін барып бұл дәруменді әр істеген сайын қолдан свежий жасап істеп құясыздар. Және де гүлдеріңіз өте керемет өсетін болады, жағдайлары жақсы болатын болады. Жапырақтары өте жасыл болып, сабақтары мықты болып өсетін болады. Тағы да бір замиокулкустың жақсы көретін дәрумені, ол янтарный кислота. Янтарный кислотаны чайный ложканың ұшымен ғана аласыз. Сөйтесіз, 1 литр суға жақсылап араластырасыз. Жаңағыдай топырағы суғарылған топыраққа құйып шығасыз. 14 күнде, 15 күнде бір құйсаңыз жетеді. Осы қазір мен айтып өткен дәрумендердің барлығын чередовать етіп, бірінен кейін бірін құйып отырсаңыздар, доллар гүлдеріңіз жайқалып, жап-жасыл болып, керемет болып өсетін болады. Янтарный кислотада олда жақсы жаңа сабақ шығаруға, және де мықты сабақ шығаруға өте пайдасы көп, көмегі өте көп. Осы дәрумендерді пайдаланып, үй гүлдеріңіздің жағдайын жақсартсаңыздар болады. Бүгінгі видеом пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Алда қызықты түрлі видеолар күтіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.